Армысыздар көрермен. Біз бүгін қазақ елінің назарын аударып отырған рух файтинг орталығының ұйымдастыруымен биыл 2 маусымын бастап жатқан РФС реалити жобасына шолу жасаймыз. Қазір реалитидің 2 сериясы шығып үлгерді. Бірінші серияға тоқтала кететін болсақ, ең әуелі жобада жаңа қатысушылар бар екенін байқаймыз. Жаңа қатысушылардың көбісі таныс емес, тек Бақытжан есімді қатысушыны таныдым. Ол жігіттің өзінің YouTube каналы бар, өзі әркімдермен жекпе-жекке шығып бойларын түсіреді. Соңғы жекпе-жегінде Сәкенмен шығыпты, кім жеңді деп сұрамайтын да шығарсыздар. 2 маусымда жобаның алдыңғы маусымдағы қатысушылары да бар: Бүжай, Ерасыл, Еркебұлан, Дастан, Мапоқ, Сани сияқты жігіттерді байқадық. Және 1 маусымда капитан болған Ақтілек те бұл жолы қатысушы ретінде. Жоба басталып, қатысушылар арнайы дайындалған үйге кіргенде бөлмеге талас басталды. Бүжай мен жаңадан келген қатысушы бөлмеге таласып қалады. Бұл жерде Бүжайдың әрекеті дұрыс емес болды. Бөлмеге кіре сала: сен шық, мұнда мен жатам, бұрыннан келе жатқанмын, сен жаңадан келгенсің деп itергені өзінің жасына лайық әрекет болмады. Жаңадан келген жігітте саспады: маған десең 5 рет қатыс, оны маған несіне айтып тұрсың деп ерегісі кетті. Әрі қарай Бүжайдың айтатын сөзі болмай, жұдырығын ала жүгірді. Бірақ жігіттер келіп ажыратып, төбелестің басталуына жол бермеді. Осы қарбаласты пайдаланып өзбек жігіті төсекке жатып алған екен. Бүжай оны да төсектен суырып алып алса кетеді. Баяғының батырлары сияқты алысып жатыр төсек үшін. Осы кезде өзбекке жақтаспақ болған жерлестері ұлық легенда мен ағасы Бүжайға жабыла кетеді. Сол кезде Ақанай келіп ұлықтың ағасын артқа баспен қадайды. Ақанай осы әрекеті арқылы өзін жақсы көрсете білді. Бұл жобада біраз шулататын жігіт болатын сияқты. Бірақ хайп қуамын деп шектен шығып кетпеуді де ойлаған жөн Ақанай. Келесі бөлмеде Дастан мен Ерасыл тағы бір жаңа қатысушыны бөлмеден қуып шығуға тырысуда. Жаңа қатысушы бір мезетте Daстанды астына салып алады. Бірақ Ерасыл келіп ажыратып жібереді. Ерасыл Дастанға көмектеспей таза екеуін жіберу керек еді. Дастаның да сау сиырдың заты болып тұрған жоқ. Әркім өзінің жасаған ісі үшін жауап беруі керек. Келесі бөлмеде Мапоқ пен Амиго бір бөлмеге таласып жатыр. Мапоқ басында ойнап сөйлескісі келіп еді. Ақыры болмағасын шындап кетіп, Амигоны сындырып тастады. Соңғы жағында Амигоның беті қайтып қалғаны көзінен көрініп тұрды. Негізі осы жобада төсек жетіспейді, бірақ төсек жетпесе сұрақты Рамазанға қою керек қой. Неге бір-бірін тырнай береді осылар? Бөлмелерді бөлісіп болғасын төменде танысу басталады. Бұл жерде Ақанайды Бақытжан келіп баласын ұрған маймылдай бір аунатып алады. Ақанай шулатуда, бірақ Бақытжан деген жігіт өзінің денесіне сай адамдармен төбелеспейді екен. Өзінің каналында да тек әлсіздерді партылдатып сабаған. Бүжаймен бір ерегістіріп алу керек ау. Және Рамазан келесі жекпе-жек брат Сани мен легенда арасында болатынын хабарлайды. Ұлықбек басында Саниді танымағасын шамалы қорқақтап қалған сияқты. Сол үшін де минуткада дұрыстап ұра алмады. Негізі Санидің қандай қорқақ адам екенін білгенде әдемілеп таяқ жегізуге болушы еді. Әлде Ұлықбек те Санидің ар жақ, бер жағы ма екен? Және екі капитан Еркебұлан мен Дастан өздерінің командаларын бөліседі. Менің ойымша Дастанның орнына Ерасылды капитан қылып, 1 маусымдағы болмай қалған бойды жасау керек еді. Еркебұлан мен Ерасылдың бойын әлі күтіп жүретін сияқтымыз. Команда бөлісу барысында Еркебұланның командасында мықтылар көп болып кеткен сияқты. Ал Дастанның командасында брат Сани мен Маха отыр. Оны Мапоқ байқады да мен бұл жаққа болмаймын деп Бақытжанмен ауысып кетеді. Мапоқ дұрыс жасады. Әр кейіпкер туралы алда әлі де жеке тоқталатын боламыз. Осымен 1 серияға обзор аяқталды. Осындай шолу ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, достарға таратайық.